Сәлем достар, привет, друзья, merhaba arkadaşlar. Kanalıma қош келдіңіздер. Мен Айнұр. Менің досым өте сезімтал теріге арналған пилинг пен маска көрсетуімді өтінді. Менің ойымша бұл өте сезімтал теріге ие адамдарға қызықты болады. Пилинг пен маска бір ингредиенттен жасалады. Қаласаңыз сүйікті майларыңызды қоссаңыздар болады. Бұл пилинг пен маска теріні терең ылғалдандырады және жұмсартады. Бет терісін тегістейді және пигментациямен күреседі. Енді мен сізге бұл ғажайып пилинг пен масканы қалай жасау керектігін көрсетемін. Бізге 100 мг сүт қажет. Бір ас қасық жуылған күріш. Күріш пен сүтті түнге қалдырамыз. Жақсылап араластырамыз. Келесі күні кастрюльге күріш қосылған сүтті құйыңыз. Күріш жұмсарғанша баяу отта пісіріңіз. Оны мезгіл-мезгіл араластыруды ұмытпаңыз. Бұл жеткілікті, күрішті оттан алыңыз. Енді сүт пен күрішті блендерден өткіземіз. Күріш пен сүт әртүрлі қымбат косметикалық препараттарды тамаша алмастырады. Күріш қабынуды және тітіркенуді жеңілдетеді, теріні жұмсартады, терінің өрескел бөлшектерін кетіреді. Күріш сонымен қатар сау тері түсіне қол жеткізуге көмектеседі, қартаю дақтарын ағартады және теріні сапалы түрде тазартады. Күрішті сүзіңіз. Күрішті лақтырмаңыз, ол жұмсақ, теріні тырнатпайды. Оны пилингке қолданамыз. Қайтадан баяу отқа қоямыз, сүт тығызданғанша дейін қайнатыңыз. Төменгі жағы жабысып қалмас үшін үнемі араластырамыз. Біздің супер маска дайын. Мен күріш маскасын таза шыны ыдысқа құйдым. Бір шай қасық жажоба майын қостым. Сіз өздеріңіздің сүйікті майларыңызды қоссаңыздар болады, немесе ештеме қоспаңыз, өзіңіз білесіз. Жажоба майының әрекеті коллагенге ұқсас. Бастау үшін бетті қайнатылған скрабпен ақырын уқалаймыз, содан кейін күріш маскасын қолданыңыз. Скрабтан кейін бетіңізді жылы сумен жуып, артынан күріш маскасын жағамыз. Жақсы әсер алу үшін пилинг пен масканы аптасына 2 рет қолданылады. Қалған масканы тоңазытқышта 10 күнге дейін сақтауға болады. Бұл ғажайып пилинг пен масканы қолданып көрулері үшін достарыңызбен осы видеомен бөлісіңіздер. Масканы бетте 20 минут ұстаймыз, содан кейін жылы сумен жуамыз. Нәтиже сізді таң қалдырады. Бетіңіз қымбат салонға барғаннан кейінгідей болады. Азиялық қыздарының бетінің ақ болуының сыры ашылды. Назарларыңызға рахмет.
Сау болыңыздар, сұлулар.